Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз оттекті органикалық қосылыстар, бір атомды, көп атомды спирттер. Оқу мақсаттары: спирттер бір атомды және көп атомды, құрамында оттек бар органикалық қосылыстарды білу. Сабақ мақсатымыз: спирттерді алу тәсілдерімен, қолдану салаларымен таныстыру, спирттердің адам ағзасына уытты әсерін түсіндіру, спирттердің құрылымдық формулаларын түсіндіру және оларды юпак номенклатурасы бойынша атау, изомерлердің құрылымдық, функционалдық топтардың және сыныбаралық формулаларын жасауды үйрету. Бағалау критерийлер: спирттерді алу тәсілдерімен қолдану салаларын атайды, спирттердің адам ағзасына уытты әсерін ашады, спирттердің құрылымдық формулаларын жасайды және оларды юпак номенклатурасы бойынша атайды, изомерлердің құрылымдық, функционалдық топтардың және сыныбаралық формулаларын жасайды. Ең бірінші балалар, спирттер дегеніміз не? Спирттер дегеніміз молекуласында көмірсутек радикалымен байланысқан бір немесе бірнеше функционалдық гидроксил тобы бар органикалық заттарды айтады екенбіз. Спирттердің жалпы формуласы ROH немесе CnH2n плюс 1 OH болып келеді екен. Спирттердің жіктелуі гидроксил тобына байланысты: бір атомды, екі атомды, үш атомды және көп атомды. Радикал тобына байланысты: қаныққан, қанықпаған және ароматты. Қаныққан спирттерге этил спиртін жатқызуға болады. Қанықпаған спирттерге винил спиртін жатқызуға болады. Ал ароматты спирттерге бензил спиртін жатқызады екенбіз. Мынау метил спиртінің молекулалық формуласы. Глицериннің формуласы. Ал балалар, ойланып көрейікші. Жалпы формуланы қолдана отырып, спирттердің гомолық қатарын жазайық. Балалар, формула бойынша С3OH метанол, С2H5OH этанол, С3H7OH пропанол, С4H9OH бутанол, С5H11OH пентанол, С6H13OH гексанол, С7H15OH ол гептанол болады екен. Атаулары және изомері. ЮПАК халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттерді көмірсутектің атына ол деген жұрнақ қосып атайды. Функционалдық OH тобы байланысқан ең ұзын тізбек таңдап алынып, көміртек атомдарын гидроксил тобы жақын орналасқан жағынан бастап нөмірлейміз. Мысалы, мынау бізде бірінші тұрған 5 көмірсутектен тұрады екен. Ендеше тізбектің аты пентан. Екінші көмірсутекте OH байланысқан екен. Сондықтан пентанол 2 дейміз. Ал енді үшінші, төртінші көмірсутектерде метил радикалы байланысқандықтан және екеуі бірдей болғандықтан диметил. Үшінші, төртінші диметил пентанол 2. Тізбектің аты 3,4 диметил пентанол 2 деп аталады екен. Спирттердің изомері: бірінші көміртек қаңқасының құрылысына байланысты, екінші көмірсутек тізбегінде гидроксил тобының орнына байланысты, үшінші класс аралық изомерлену. Алынуы: бірінші көмірсутектердің галоген туындыларынан алады екенбіз. Екінші, қанықпаған көмірсутектерді
гидратациялау арқылы алады екенбіз. Гидратация деген су қосу арқылы. Үшінші, метанолды өнеркәсіпте алады екен. Және де төртінші, этанолды көмірсуларды ашыту арқылы да алады екен. Яғни глюкозаны фермент қатысында ашытатын болса, 2С2H5OH этанол және 2 көмір қышқыл газы түзіледі екен. Химиялық қасиеттері: спирттердің сілтілік және сілтілік жер металдармен әрекеттесуі. Бірінші кезекте ол натрий этилатын түзеді екен және сутекті. Екінші, жану көмір қышқыл газы мен суға ыдырайды екен. Үшінші, спирттердің тотығуы біріншілік спирттердің тотығуы альдегид түзеді. Екінші жағдайда сірке қышқылын түзеді. Ал енді екінші спирттің тотығуы ол ацетон түзеді екен. Төртінші, спирттердің дегидрленуі. Дегидерлену деген сутек бөле жүретін реакцияларды айтады екенбіз. Бесінші, галоген сутектермен әрекеттесу. Бұл жерде этанол мен H-бром әрекеттескен жағдайда брометан және су түзіледі екен. Алтыншы, дегидратациялану. Яғни бұл жерде дегидратация деген судың бөліне жүретін реакциясы екен. Жетінші, эфирлену. Яғни этерификация реакциясы жүреді екен. Қолданылуы: спирттер синтез үшін, еріткіш алу үшін, машина моторына пайдалану үшін, медицинада, каучук өндірісінде, парфюмерияда, сірке қышқылы формальдегид алу үшін, ішімдік алу үшін қолданылады екен. Білу тапсырмасын орындайтын болсаңыздар, бұл жерде сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап бересіздер. Дескрипторы: спирттерге анықтама береді, изомерияны түсіндіреді. 50-54 балл көлемінде аласыздар. Екінші, түсіну. Бұл түсіну деңгейінде 2 тапсырма берілген. Яғни бірінші, физикалық қасиетін сипаттау керек. Бір атомды спиртке мысал келтіріп формуласын жазу керек. Үшінші, этанолды қандай заттардан алуға болады? Сәйкес химиялық реакция теңдеулерін жазасыздар. Енді екінші тапсырма: берілген спирттердің формуласын жазып көрсет. Сіздерге атауы берілген, сіздер келесі бағанға формуласын жазу керексіздер. Дескриптор спирттердің формуласын жазады. Бұл жерде сіздер 55-69 балл аралығында ала аласыздар. Қолдану: төртінші тапсырма. Дұрыс жауапқа минус, қате жауапқа птичка белгісін қойып график сызыңыздар. Яғни дескрипторы сұрақтарға жауап беріңіздер, заттардың құрылымдық формуласын жазыңыздар. 70-79 балл көлемінде алуға болады екен. Талдау: заттар айналымын жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңыздар. Дескриптор реакция теңдеулерін жазады. 80-84 аралығында балл алуға болады. Жинақтау: жетінші тапсырмада 35 грамм метил спиртінен 12 грамм диметил эфирі алынған болса, диметил эфирінің шығымы, яғни пайызбен көрсетілген, соны есептеп шығыңыздар. Есептің шартын құрады, есепті шығарады. 85-89 көлемінде балл алуға болады екен. Бағалау: 8-ші тапсырма. 50 грамм пропанолмен әрекеттесетін натрийдің массасы қанша? Дескриптор есептің шартын құрады, есепті шығарады. Бұл жерде 90 мен 100 аралығында баллды алуға болады екен. Рефлексия: бүгінгі сабақ туралы ойларыңыз қандай? Қандай кезеңдері қызығушылықтарыңызды туғызды? Бүгінгі сабақтан қандай жақсы әсерлер алдыңыздар? Платонус платформасы арқылы кері байланыс жасасаңыздар. Балалар, мынау ссылкасы берілген.
осы ссылка арқылы бүгінгі сабаққа қажетті мәліметтерді алсаңыздар болады. Үйге тапсырма 15-ші тарау, параграф 86, 87, 88, 153, 164 беттің аралығында. Және де 11-ші сынып оқушысы Ануар, спирттер өте улы заттар, сондықтан олардың бізге қажеттілігі жоқ деген екен. Сіздер Ануармен келісесіздер ме? 15 сөзден тұратын ой толғау жазып келсеңіздер.